Армысыздар қымбатты өнер сүйер қауым. Дәстүрлі өнерді насихаттауға арналған мирас бағдарламасы өзінің кезекті хабарын бастайды. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, бірнеше республикалық әншілер байқауының жүлдегері, әнші Гүлсім Арыспаева. Қош келдіңіз, Гүлсім, біздің студияға. Ал енді кез келген әнші осы жайдан жай 20 я болмаса 25 жасқа келгенде ән айтып кетпейтіні белгілі ғой. Кішкентайынан, осы көзі ашқаннан десек те болады, ананың бесігінің әлдилеуімен де әндер сіңеді адамға. Ал енді кейбір әншілер ұлғайған жасында, 10-15 жасында енді ғана әншілік өнерге құмарта бастайды. Өзіңізде осы әншілік өнерге құмарту қай кезде басталды? Кішкентай кезімнен бірінші ән айтып жүрдім өзім, мектеп жасында. Енді кішкентай кезімде анам айтады, үйге қонақтар келген кезде алдынан шығып бірінші мен жүгіріп ән айтады екенмін. Оның үстіне анам да менің ән айтқанымды қалады. Кішкентай кезімде сол кісі ән жинақтарын маған алып беріп, маған осылай ән айтуға деген үлкен септігін тигізді деп айтсам болады. Оның жанында әкем де менің осы домбырада ойнаған аздап. Соның салдарынан домбыраны мен 4-ші классымнан бастап тарта бастадым. Ал оған дейін мектепте жаңа ауылда мұғалімдеріміз Сырнайдың сүйемелдеуімен әндер айтып жүретін. Ал енді мына өзіңіз Алматыда Құрманғазы атындағы консерваторияны белгілі әнші Рамазан Стамғазиевтің классынан бітірдіңіз. Солай емес па? Осы Рамазан ағаға дейінгі ұстаздарыңыз кімдер болды? Қандай әншілердің алдын көрдіңіз? Ауылда мектептің директоры апайымыз болатын. Сол кісі, Гүлсім, сен сон өнер жолына бар, сен өнерде енді жақсы бағың ашылады, даусың бар деп сол кісі айтып. Содан кейін келіп Қызылордаға, келіп қалаға келіп, Қызылорда музыкалық колледжіне тапсырған болатын 1999 жылы. Сол жылы мен тапсырған жылы сол колледжде ән айту бөлімі ашылып жатқан болатын. Ол ән айту бөлімін осы біздің қазақтың жаңағы үлкен әншісі Әскербек Еңкебаев деген кісі ашқан болатын. Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірттерінің бірі. Батыс мектебінің әншісі. Сол кісіге алғаш болып біз осы бірінші түлек бітіргенде сол кісінің алғашқы шәкірті болып та біз қабылдандық. Әскербек аға өзі осы Алматыда жаңаға бұрынғы студия дейді ғой, эстрада студиясында Ғарекеңнің классында оқыса да, өзі де сол Қызылорда өңірінің туып өскен түлегі емес пе? Иә, сол біздің Қызылорда облысының түлегі. Және де бірақ енді Ғарифолла Құрманғалиевтің алдынан сабақ алғаннан кейін ол кісі батыстың әндерін айтады, және де Қызылорданың жаңа термелерін, жырларын айтып, енді жан-жақты десек болады. Ал жалпы осы біз Қызылорда десек, сыр өңірі десек, міндетті түрде біз ол жақтан шыққан орындаушыны домбырамен айтатын жыршы деп танимыз. Өзіңіз осы бала күніңізден жыр айтуға машықтандыңыз ба? Ықыласыңыз, соған ынтаңыз болды ма? Осы мен де елдер сияқты жыр айтсам деген. Енді шынымды айтсам, бала күнімнен енді бір халық әнін айтқан болатын. Маусымжан деген халық әнін білем. Негізінде жырына терме деген дәстүрді мен өзім құлағыма сіңіріп естіп өскен емеспін. Оны шынын айтайын енді. Кейін тек қана әншілік өнермен өстіңіз. Тек әншілік өнермен, иә? Ал енді осы консерваторияда оқып жүріп, сіз арқа әншілік мектебін бітірген, әншілік мектебін насихаттаушысы Рамазан Стамғазиевтің классына келіп түстіңіз. Осы Қызылордадан, яғни бірде сыр жерінен дейді ғой енді, сыр жерінен, оның үстіне жаңа батыстың әндерін меңгеріп келіп, бірден арқа классына түсу сізге оңай болды ма? Арқа әндерін үйрену? Енді әрине оңай болған жоқ. Енді мен Қызылордада жүріп, жаңа батыстың әнін үйренудің өзі маған қиын болды. Өйткені ол әнді мен кішкентай кезімнен ешқандай естіген емеспін, сондықтан да ол әндер кейбір кезде басында жылап та алған болатынбыз. Ол әндерді үйрене алмай қиыншылық. Бізде жаңа үн таспа табу да қиын болды. Жан-жағымызда ондай әндер айтатын әншілер де аз болды. Білесіз, енді сыр өңір, жыр өңір дегеннен барлығы жыр айтады, терме айтады. Сондықтан басында батыстың әнде үйрену қиын болды. Оны әйтеуір 4 жыл жүріп үйреніп, енді үйрендік, мына әнді білдік деген уақытта
енді консерваторияға келдік та, ол жерге келіп, арқа мектебін таңдадым. Өзіме таңдадым енді ол нені. Өйткені батыстың әніне кішкене үлкен дауыс керек. Биік дауыс керек қой. Сондықтан енді онысыне біз Қызылордада жүріп кішкене жыр термейдік. Содан кейін тамаққа да түседі дауысына, жоғарға шығу кішкене қиын болғандықтан. Дауыс, яғни кішкене төменгі регистр жағы кеңейіп, төмен жағы кеңірек дамыды деп айтып отырсыз ғой. Биігіне кішкене шыға алмайтын кездеріміз болғандықтан өзім сол арқаның дәстүрін таңдадым. Олай болса біз көрермендерге сіздің орындауыңызда арқаның бір әнін ұсынайық. Олай болса, Үкілі бір айдың әні Гәкку. Аралап талай жердің дәмін таттым ай, қосалып айдын көлдей дабыл қақтым ай, айта алмай Гәккумдай ау ешбір адам, мамырлап қоңыр қаздай баяулатым ай. Гәкку, Гәкку, Түрілінтіп 90 түрлі ән саламын ай, жай тастап қолашымдай кең аламын ай, түскендей сен есімең ау еркек Гәкку, қолпыртып осынау әнді ай толғанамын ай. Гәкку, Гәкку, Рахмет. Мынау шын мәнісінде де көбінесе арқа әндерін ер адамдар орындайды, ал қазіргі кезде осы қыз балалардың орындауында да арқа әндері кеңінен насихатталып жүр. Осы қыз балалардың орындауында қандай арқаның әншілерін тыңдайсыз? Кімдерді үлгі тұтасыз? Майра Уәли қызының әндерін. Одан кейін кезінде енді Жамал Омаров апаларымыздың фортепианомен сүйемелдеуімен әндерін тыңдап. Күйсандық дейді ғой. Сырнайдың да сүйемелдеуімен. Рабиға Есімжан. Ал енді қазіргі кезде қандай арқаның әншілерін тыңдайсыз? Қазіргі таңда Ардақ Исатаева, Клара Төленбаева. Жалпы қазіргі кезде Гүлмира Сарина дегенде әнші шығып жүр ғой көп. Астананың сахналарында көп көреміз. Перизат Тұрарова дегенде әнші бар. Міне өзіңіз сияқты осы арқаның әндерін нақышына келтіре орындап жүрген қатар құрбыларыңыз, апаларыңыз көп сияқты. Ал енді мына қазіргі кезде өзіңіз шығармашылық жол деп айтамыз ғой. Кез келген әншінің қызметін шығармашылық жол деп айтсақ, дәл түсеміз деп айтсақ та қателеспейміз. Өзіңіз қазіргі кезде өзіңіздің ұстаздық шеберлігіңізді, шығармашылығыңызды қандай салада дамытып жүрсіз? Қай жерде қызмет істеп жүрсіз? Консерваторияны бітіргеннен кейін 2007 жылы сол жылдан бастап Қазақ ұлттық аграрлық университетінде сол университеттің ректоры, ағамыз үлкен өнер қолдаушысы ретінде Тілектес Есполов деген кісі
осы сол кісінің шақыртуы бойынша осылай аграрлық салада мына ауылдан домбыра ұстап келген жастарды, студенттерді дәстүрлі әнге, термеге баулу ретінде сол кісінің шақыртуы бойынша сондай сабақтан тыс уақытында жаңа үйірмеге келіп қатыссын деген ниетпен сондай үйірме ашқанбыз, дәстүрлі ән айту үйірмесі. Бұл енді былай қарасаңыз, аграрлық университет деген мүлдем өнерге қатысы жоқ сияқты, дегенмен де ауылдан келіп жатқан қайсы бір баланың, яғни екінің бірінің өнерге деген жүрегінде құштарлығы бар ғой. Әрине. Сіздің шәкірттеріңіз көп па сол университетте? Енді шәкірттерім 15-20 сол санның аралығында. Жалпы оларға әнді қандай деңгейде үйретіп жатсыз? Кәсіби деңгейде ме? Жоқ, жалпы осы әйтеуір сахнаға шығып бір-екі ән орындаса болды деген деңгейде ме? Енді жаңағы әркім шамасына қарай дейді ғой. Егерде жаңағы шын мәнінде үйренгім келеді, осылай дәстүрді білетін қазақтың жаңа халық әндері қанында бар студенттер болады ғой. Сол балалар болады арасында. Сол балаларға мысалы мен кәсіптік деңгейде, жоғары деңгейде үйреткім келеді. Ал енді жай апай мен өзім былай айтқым келеді, халық әнін енді танып келе жатқан балаға мен мысалы отырыста, тойда болсын, өзінше бір айтсын деген ниетпен халықтың жеңіл әндері бар, қазақтың баласы болғасын бір-екі ауыз ән айта білсін, өнерін көрсетсін деген ниетпен үйретем дейсіз ғой. Жақсы, олай болса, осы арқа әндерінің тағы біреуін өзіңіздің орындауыңызда тыңдап көрсек. Ақан серінің әні «Майда қоңыр». Салсаң аяй сәулем, шіркін ай қайғың кемер ай. Кешек ай бес болыстан сиязан салған аяй сәулем, шіркін ай майда қоңыр ай. Халалала бибай, лилала кулилай, шіркін ай майда қоңыр ай. Жүрік ат сұлу әйел, ер қайрат жігіттің болып өстім аяй сәулем, шіркін ай дос қағаш шәй ашын асыба
жүретін ай сәулем шіркін ай қай-қайдағы бибай диләлә күдиләй шіркін ай қай-қайдағы Өте жақсы. Жалпы әйел адамдардың өте төмен даусын контральто, альт дауысты деп айтады. Өзіңізді де сол альт дауысты әншілердің қатарына қосса болады деп нақты айтуға болады. Ал енді жаңа бір ауыз сөзіңізде айтып кеттіңіз, сіз консерваторияда белгілі әнші Рамазан Стамғазиевтің классында оқыдыңыз. Әр ұстаздың ән үйрету әдісі әртүрлі. Біреу бунақтап үйретеді, біреу шумақтап үйретеді, біреу таспа беріп осы әнді үйреніп кел, кем-кетігін кейін түзеймін деп, сабақтың үстінде осы әнді жонып кем-кетігін түзеп жатады. Сіздерге осы Рамазан аға әнді қалай үйретуші еді? Енді алғаш консерватория тапсырған кезімде мен жаңа арқаның әнін енді бастадым ғой. Сол кезде ағайым айтатын, сенің жаңағы арқыраған дауысыңды қайтейін, қолың домбырада жүрмейді деп. Енді арқаның шертісін аздап білмеймін ғой. Сонда ағайым жаңа диктофон сатып алдыртып, соған арнайы шертісін бөлек жаздыртып, айтқанымен бірге бөлек жаздыртып, әр әнге солай осылай нақты жаңа бөлек-бөлек отырып үйренетін. Буындап. Бұл жерде енді иә, буындап деген сөз келетін сияқты. Буындап. Басында солай үйрендік. Кейін кішкене төселгеннен кейін жаңағы записі беріп, үнтаспаны беріп, мына әнді үйреніп келгеніңде жаңа кем-кетігін өзім жөндеп беремін деп солай үйрендік соңына келгенде. Жалпы дәстүрлі әншіге кейінгі өзінің өнерін насихаттау, өнер жолына, бағытына түсу өзі тікелей ұстазға байланысты болып жатады ғой. Ұстазыңыз сізге осы дәстүрлі өнер жолында демеу, көмек көрсетіп тұра ма? Әрине көмек көрсетіп. Ағайым осы уақытқа дейін хабарласып, мына әндеріңді жазып таста, радиоға жазып таста, мына хабарға барып, жаңағыдай қатысып қайт дегендей жол көрсетіп, әлі күнге дейін ол кісінің көмегі тиюде. Осы өзіңіздің де халық әндерін көп білетін репертуарыңызға үнемі ізденіспен жаңа толықтырып жүретін халық әндері бар шығар? Қызылорда облысының Шиелі ауданында осы Нартай мектебінің қазіргі жаңағы насихаттаушысы, сол жолды ұстап жүрген ағамыз бар ғой, Құрманбек Бекбесов деген ағамыз. Сол кісіге барып жолығып, сол кісінің жаңа айтуы бойынша сол ауылдан, Нартай ауылынан бір үлкен кісілерден ән жазып алған болатын. Соның бірі мына Нартай ауылында Мыңбұлақ деген жерде дүниеге келген Байжанов Сәрсенбек деген атамыз. Ол кісі сол кездің өзінде 83 жаста болатын. Ол кісі соғысқа қатысқан, соғыс ардагері, өзі негізі мектепте мұғалімдік қызметін атқарған көп жылдар бойы. Бірақ ол кісінің өнері, ақындық өнері, оның ішінде әншілік өнері. Енді жаңа тұла бойына біткен өте талант деп есептеймін. Сол кезде жаңа барып, ол кісінің үйіне барып, әжеміз, атамыз жаңа бізді қарсы алып, ол кісінің сол кезде өнеріне көзіміз жетті. Ол кісіден 3 ән жазып алдым, халық әні. Соның бірі мына Үкілімай деген ән. Үкілімай. Олай болса, осы біздің көрермендерге Үкілімай әнін ұсынсақ? Үкілімай әнінің тарихына келсек, кезінде жаңағы сол Шиелі ауданында жаңағы Алтықора деген жерде 1923 жылы үлкен жаңағыдай ашаршылық, яғни су тасқыны болған екен. Сол жерде Арғын руының 6 үйі болған екен. Ол ел қауын егіп, егіншілікпен күн көріп отырған екен. Сол жерде су басып кеткеннен кейін олар ішерге тамақ таппай, енді басқа жер аударып, яғни Ақтөбе қаласына қоныс аударып кеткен екен. Сол жерде ол кісілер өз күндерін көріп, сол жаққа барған бір отбасының
тарихы. Яғни күйеуі, әйелі және үкілім деген қыз, 4 жастағы. Сөйтіп ол отбасы сол жаққа көшіп барып, күйеуі